Жеке жыл саны 6. Махаббат жылы, отбасы жылы, тыныш жыл, махаббат, қамқорлық, етене қарым-қатынас, отбасы, қарым-қатынас үйлесімі уақыты, үй және қаржылық мүмкіндіктер. Жеке өмірдегі оң өзгерістер үшін ең жақсы жыл, жақын адамдармен қарым-қатынас орнату және нығайту, отбасын құру сіз үшін маңызды жыл, міндеттемелердің артуы. Отбасылық жетістіктер уақыты, болуы мүмкін қарым-қатынасты қайта қарау, сәбилі болуға қолайлы кезең. Сіз үшін биылғы жыл несімен қолайлы? Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Туыстық және отбасылық қатынастарды нығайту. Сіздің өміріңізде отбасы және жұмысты теңестіріңіз. Бұл қарым-қатынастың құрылған немесе аяқталған жылы болуы мүмкін. Үйді жөндеу, жылжымайтын мүлікке инвестиция салу, қызмет саласында адамдарға қызмет көрсету сапасын арттыру. Жыл күші: тығыз қарым-қатынастағы үйлесімділік пен тепе-теңдік, өзін-өзі күту, достарымен қарым-қатынасты нығайту, өз үйіңізге қамқорлық жасау. Достар, бұдан басқа да менің видеоларым жіберіп алмас үшін маған тіркеліп кетіңіздер.